Ассалаумағалейкум ағайын, сіздермен Қоңырау Шақан каналы. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы мынау қолданыстылған инкубаторға обзор кішкене ғана. Және осы инкубаторға қанша шығын кетеді. Ең басында бастаған кезде енді біз сразу мынандай инкубатор, мынандай брудерлар болмады бізде. Ең басында аздан бастадық. Қолдан осындай инкубаторлар жасап бастағанбыз. Енді шаруашылықтың өзіне келетін болсақ, бізде мына жерде 300-дей жұмыртқа тұр. Негізі бастапқы салған жұмыртқаларымыз примерно 550-600-ге жақын болған. Енді бұяқта бүкілі өзіміздің шаруашылықтан емес, бір шаруашылықтан заказ беретінбіз. Сол шаруашылықтың көп жұмыртқалары неоплод болып, ең соңғы 2 партия нашар болды. Енді Алланың бұйыртқаны осы деп ойлаймыз. Енді нелерімізге, клиенттарымызға енді полный заказ берген балапан шығара алмайын деп тұрмыз. Осы партияда кішкене аздау шығарып береміз. Енді Алланың бұйыртқаны осы. Мынау инкубатордың обзорына көшпей тұрып, бірінші бүгін қанша жұмыртқа жинады, тауық қораны бір тексеріп келейік. Тауық қорамыз, атештеріміз ұйқыға дайындалып жатыр. Алдындағы қарағанда жағдайлары жақсы, кішкене ауруларынан жазылған сияқты көп тауықтар. Аллаға шүкір, енді жақсы туып бастап жатыр. Ақырындап алдында бір ауырып қалды. Тез арада емдеп алдық бұларды. Жұмыртқаларын жинап қойыпты. Інім сықсып, жұмыртқа жинамаған шығар деп ойлап едім. Жинап қойып, тауықтарды енді жайлып бір көрсете салайын. Атештер, аяққа керек. Енді бұларды бір аптаның ішінде тез емдеп алдық. Препараттарын беріп, антибиотигін беріп, антибиотиктен кейін обязательно витаминдер бердік. Обязательно бұл жануарлар антибиотик ішкеннен кейін организмдары өте жағдайлар түсіп кетеді. Сол обязательно витамин берілу керек. Бағана жұмыртқалар жиналмай тұрған, жаңағы жерде жиналып тұрған кезде екен ғой. Інім барлығын жинап қойыпты. Ондай болса, қолданыстылған инкубаторымыздың обзорына көше берейік. Ал енді ағайын, қолданыстылған инкубаторымыздың обзорына көшейік. Сіздер білесіздер, бізді баяғыдан көріп келатқан оқырмандарымыз, көрермендеріміз біледі. Біз ең басында осындай инкубаторлармен бастағанбыз. Енді мынандай инкубатор алу үшін, мынандай брудерлар алу үшін ең бірінші осындай кішкентай ғана инкубаторлардан бастадық алғашында. Енді бұл инкубатордың құрылымына келетін болсақ, міне каркасы полный пеноплекстен жасалған, 4 мм или 5 па, қателеспесем 4 мм или 5 қойым. Каркасы полный осы не жасалған, пеноплекстен. Енді пеноплекс алған себебіміз, кәдімгі пенопласттан жасалғаннан қарағанда, пеноплекс кішкене жылуды ұзақ сақтай алады, пенопласттан қарағанда. Міне ішіне келетін болсақ, ішінде мынандай қолдан жасалған сеткамыз бар, ағаштан. Сеткалар ағаштан, сетканың жан жақтары асты кәдімгі сеткадан жасалған. Енді бұны біз өзі айналмайды, бұл қолмен айналдырамыз. Несіне келетін болсақ, крышкасында мынандай тесік бар. Уақыт келе әр 2 сағат сайын енді қол бос кезде келіп айналдырып кететініміз, ең басында айналдырып кететініміз. Енді бұл инкубаторларды қазірде қолданып жүрміз. Арасында анаған сыймай қалған кездерде. Бұл инкубатордан бізде біреу ғана емес, мына жерде екіншісі де бар. Мынау выводной, өзіміз қолданыстырылған. Енді жұмыс істеу принципіне келетін болсақ, бұл инкубатор бізде ешқандай немен жылыту тоғымен жұмыс істемейді. Міне бізде жылыту принципі лампочка арқылы, чисто лампочка жылыйды. Жылғаннан кейін бетінде жарық тұрады ғой, кулерлар ше. Осы кулерлар жылы ауаны астына айдайды.
астын көрсете кетейін. Астында мына жақта тесігі бар. Айдаған кезде жылу мына жаққа келеді. Мына жерде бізде терморегулятор бар. Терморегулятор датчик жұмыртқалардың арасында тұрады. Жылу әбден кеткеннен кейін, мына жаққа келгеннен кейін терморегулятордың бір өзінің градус қойып қоямыз. Терморегуляторға жылу келген кезде мынау лампочкалар өшеді. Осы терморегулятордың арқасында мына терморегулятордың адаптерлары. Әр адаптерді мынау кулерға қосылған адаптер, мына терморегулятордың питаниясы. Мынау болса лампочкалардың питаниясы. Қасындағы терморегулятордың қасындағы гигрометр градусты и влажность көрсетеді. Енді осы инкубатордың ішінде влажностьты сақтау керек. Әсіресе вывод күндері влажность жоғары болу керек. Вывод күндері біз обычно астына көбірек су құямыз ыдыстармен, балапандар жеңіл шығу үшін. Енді принципі оңай деген ойдамыз сіздерге. Каркасына келетін болсақ, міне каркасы мынандай елерден жасалған, крепеждардан. Мына жақта гайка болттармен ұсталып тұр. Алып көрсетейін қазір. Міне әр жеріне осындай крепеждар орылған. Мына аяқтарын қараңыздар. Чтобы мына жұмыртқа салған кезде ауыр болады ғой, чтобы каркасқа қатты көп салмақ нетіп, ортасы тесіліп, сып кетпей үшін жасалған. Бұның барлығы ойланып. Міне нелерді, лампочкаларды көрсеңіздер де, лампочкаларда осы неде тұр, крепеждар арқылы. Міне принципін түсінді деп ойлаймын сіздерді. Жұмыс істеу принципі өте оңай. Енді оны жасаған адамдарға вообще оңай ол. Енді сыртына келетін болсақ, мына шетке біз өзіміз не ұрғанбыз? Стекло. Бұл стеклоны сатып алған жоқпыз. Шыныны өзіміз үйде старый қалған шынынан жасағанбыз, әйнектен. Енді ненің каркасының өзіне келетін болсақ, инкубатордың аралары герметикпен ұрылған. Мен герметикті көрсетіп кетейін. Мынандай акфис деген герметикпен. Әр инкубатор жасағанда почти жарты ма, почти бір герметик кетеді араларын құюға. Және герметиктен бөлек мынандай нелер, шуруптар ұрылған, обычный. Қателеспесем 4-түк па? 3-түк, 4-түк. Енді бұл инкубаторларды баяғыда жасағаннан кейін біз қазір уже бүкіл параметрларын ұмытып қалдық. Вывод кезінде біз көбінесе нелерді қатты байлап қоямыз. Түзу тұру керек, қозғалмай. Чтобы балапандар баяғыда сөйтіп байлап қоятынбыз неліні. Қазір ішіне бөлек-бөлек қып нелер саламыз. Ящиктарды бөлек кезінде. Астына адыс қоямыз да, соған салып қоямыз. Қазір солай ыңғайлырақ. Өйткені көбінесе байлап қойсаң, балапандар шығады, қозғалады, үйдеп-бүйтеді. Кейбір балапандардың арасынан түскілеп деген сияқты мәселелер бар. Енді көп түсуға бермей, сіздерге бұл инкубаторға қанша теңге кеткенін айта кетейін. Міне қолдан жасалған инкубатор Penaplex-қа бізге 40 миллиметрлік бір упаковка алғанбыз негізі, 2-үшеуін жасау үшін сразу. Енді біз бұл бір инкубаторға бізге 3 лист келеді. Әр листі 1300 теңгеден, 3 листі 3900 теңге. Екіншісі ол бізге сетка мен ағаштарына, сеткасы және ағаштарына 3000 теңге кетеді. Общий шуруптардың бәріне бізде шуруптардың бәріне 2000 теңге. Мынау уголоктарға бізге бір инкубатор жасау үшін 10 уголок керек екен. 10 уголокқа
әрқайсысы 300 теңгеден болса 3000 теңге. Жақсы мощный уголоктар алған дұрыс негізі. Нелерді ұзақ уақыт ұстап тұрғанға мощныйын аямай алу керек. Енді болт, шайбы, гайкаларға вообще 600 теңге кетеді. Ішіндегі міне 2 патрон. 2 патронға бізде 800 теңге, 400 теңгеден әрқайсысы. 2 лампочка 300 теңгеден. Енді оны уақыт келе өзгертіп ауыстырып отырасыздар. Міне мынау терморегулятор бізде қытайский. Өзіміз алған жеріміз 2500 теңге алғанбыз, бірақ арзандау қытайский нелерден, сайттардан 1000-1500 теңгеге алсаңыздар болады. Біз бірақ өзіміз 2500 теңге алғанбыз. Міне компьютерлік кулерлар 12 ваттық қой деймін, қателеспесем. Бұл кулерлар 1500 теңгеден 2 штук, бір инкубаторға кетеді 3000 теңге. Гигрометр. Гигрометрға 800 теңге. Енді қытайский гигрометр арасында дұрыс көрсетпейді, кейбіреулері дұрыс көрсетпейді, кейбіреулері жақсы көрсетеді, әртүрлі. Вилка 400 теңге. Міне мынау жұмыртқалар, нелердің питаниясы, лампочкалардың 400 теңге. 2 адаптер 1500 теңгеден 3000 теңге, екеуі общий. Міне мынау гигрометр, термостаттың несі, питаниясы. Мынау 2 кулердің питаниясы. Бізде сосын адаптерден кейін электр сымдарына общий. Мынаның сымы бар, мыналардың сымдары бар. Электр сымдарына бізде 2000 теңге кеткен. Герметик 1 штук кетеді почти. Енді 1 штуктан аздау кетеді. Араларын жылу кетпей үшін плотно қып нету керек, жабыстыру керек. 2500 теңге. Енді осындай инкубаторға барлығын есептеген кезде 27800 теңге. Енді округлять 28000 деп алсақ болады. Енді осындай инкубатор жасау үшін 28000 теңге кетеді. Енді бұл инкубатордың ақтауына келетін болсақ, бұл инкубатор жасағаннан кейін сіздер мына неге примерно есептеуімізше примерно 110-115 жұмыртқа сияды негізі. Бірақ енді полно толтыруға кеңес бермеймін сіздерге. Мен 100 жұмыртқа деп алдым. Примерно сиятыны 100 жұмыртқа салсаңыздар болады осындай неге, сеткаға. Енді бұндай инкубаторды ақтау үшін сіздерге даже бір немес, 1,5 партия шығару керек. Енді сіздерді есептейік. Сіздерде мысалы өздеріңіздің туатын тауықтарыңыз жоқ. Сіздер 250 теңгеден 100 штук 25000 теңгеге жұмыртқа алдыңыздар бір пароданы. Минимальный 600 теңгеден енді 100-дің 100-і шығу невозможно. Енді кейбір случайларда шығады. 80 штугі шықтық деп есептейік. 600 теңгеден 80 штук саттыңыздар, 48000 теңге таптыңыздар. Енді 48000 теңгеден 25000 теңгені алып тастайсыздар. Өздеріңіздің қолдарыңызда 23000 теңге қалды. Қарап тұрсаңыздар, сіздер өздеріңіз инкубаторды 28000 жасаттыңыздар, бірақ қолдарыңызда 23000 қалды. Енді тағы да бір партия жасасаңыздар, даже бұл инкубатордың өзін ақтап, сіздер плюсқа кіресіздер. Енді бұл өздеріңізде жұмыртқа жоқ жағдайда, ал если өздеріңіздің туатын тауықтарыңыз болса, даже бір партиямен ақтасаңыздар болады. Енді осы инкубатордың жұмыс істеу принципін, қанша ақша кеткенін сіздерге жақсы есептеп бердім деген ойдамын. Өзімнің тәжірибеммен бөліссін деген ойдамын. Ал енді ағайын, осымен видеомыз аяқталды. Сау саламатта кездесейік.